Сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай кабачкидан керемет оладьидің рецептімен бөлісемін. Еттен жасалған котлет сияқты өте дәмді болып шығады. Менде үйде жеп көрген адамдар, еттің котлет сияқты екен, дәмі соған ұқсайды деп жатыр. Қарапайым ғана кабачкиден жасаймыз. Дәл қазір сезоны өте арзан, өте қолжетімді, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен кабачкидің қабығын жақсылап тазалап алғаннан кейін осылай үлкен үккіштен өткізіп алатын боламыз. Кабачки бізде қатты емес болғандықтан үккіштен оңай өткізіледі. Мен 2 кабачкиді қолдандым, екеуін осылай өткізіп алдым. Енді үстінен кішкене қана тұз сеуіп бөлек алып қоя тұрамыз. Бір ыдысқа укробымызды жақсылап уақтап турап салып аламыз. Одан кейін үстінен чеснок, яғни сарымсақты да езіп аламыз да үстінен саламыз. Енді 2 немесе 3 жұмыртқа салсаңыз болады. Мен 2 жұмыртқа қолдандым. Жаңағы укроп пен чесноктың үстінен салыңыз және жақсылап араластырып алыңыз. Енді бұл оладьилер өте дәмді болып шығады. Таңғы асқа жасай қойсаңыз да болады, немесе бесін шайына жасасаңыз да болады. Котлет сияқты керемет шешініп қалады. Енді жаңа тұз сеуіп қойған кабачкиларымыз міне сөлін бөле бастады. Енді жақсылап сөлінен сығып алатын боламыз. Ситоның немесе басқа да құрылғылардың көмегімен сығып алсаңыз болады. Мен осылай қолмен жақсылап сығып алдым. Артық суын алып тастайтын боламыз, яғни жаңа кішкене тұз сеуіп қойып қойған кезде өздігінен сөлін бөліп тұратын болады. Аса бір уақытты қажет етпейді. Сіз жаңағы жұмыртқаларыңызды дайындап алғанға дейін сөлін бөліп тұратын болады. Осылай қолыңызбен қатты етіп сығып, бөлек ыдысқа салып дайындап алыңыз. Өте жеңіл, жегенге де жеңіл, өте дәмді, нәзік, керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Содан кейін осыны жасауды әдетке айналдыратын боласыз. Өйткені басында кабачкиден қалай болар екен дегенмен жасағанда керемет болып шығады. Байқап көріңіз. Енді үстінен жұмыртқамызды құйып жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Жұмыртқа мен кабачкилар барлығы араласқанға дейін шанышқының көмегімен осылай соға отырып араластырып алыңыз. Енді үстінен тұзын және бұрышын салыңыз. Мен қара бұрыш салдым және кішкене тұз қостым. Енді әрі қарай үстінен сәл ғана ұн салып, жақсылап араластырамыз. Мен керек заттардың барлығының өлшемдерін астына описанияға міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Өлшемін білмей жатсаңыз, содан қарасаңыз болады. 2 кабачкидан біршама оладьи шығатын болады. Енді осы масын жақсылап араластырамыз. Осы кезде таваны майды отқа қойсаңыз болады. Кәдімгі котлет пісіргендей етіп, осылай салып, одан кейін 3 минут сондайдан ұстап, 2 жағын пісіріп алатын боламыз. Екінші жағына аударғаннан кейін таваның қақпағын жауып қойсаңыз болады. Сол кезде өте керемет болып пісетін болады. Ешқандай май ештеңе қоспасаңыз да таваға жабыспайды. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі түске боялып, керемет болып пісіп шығады. Өте үлпілдеген, нәзік, сондай болып шығады. Дәмі де өте керемет. Жаңа айтқанымдай, еттен жасалған кәдімгі біздің котлеттердің дәміне өте ұқсас болып келеді. Міндетті түрде байқап көріңіз жасап. Көп уақытыңызды алмайды және құрамына аса бір тағамдарды, заттарды қажет етпейді. Тез арада дайын болады. Міне, менде осындай көлемдер шықты. Мен сіздерге қазір ортасын бөліп көрсетейін. Қараңыз, өте керемет, нежный болып шықты. Бұл видео пайдалы болған болса, міндетті түрде лүпіліңізді, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Келесі видеоларда жолыққанша.